Шытырман және тыңшылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмайды. Жүздеген ұсыныс пен жүздеген сұрақ. Біз олардың бір қатарына жауап беруге тырысамыз. Біздің нұсқа Reflection on History. Жарқын бейне. Ханша бойшаң және етшеңді адам болатын. Аң терісімен жұрындалған барықтан тігілген бешпет оның ер адамға тән әулетті денесіне құйып қойғандай тұратын. Ұзын бойы басына оралған үлкен ақ кимешекті ерекшелендіретін. Ол кезде ханшаның жасы 40-тың шамасында болған. Дөңгелек келген сүйегі шығыңғы үлкен бет әлпетінде бірде-бір әжім болмайтын. Жіңішке қаспен көмкелген қара көздері нұр шашып, жанып тұратын. Кіші жүздің ханы Әбілқайырдың 4 әйелі болған. Біріншісі марқұм ағасынан жесір қалған жеңгесі. Үшінші жары жоңғар қызына таза саяси мақсатпен үйленді. 4-ші әйелі башқұрт қызымен де осындай себеппен отау құрды. Оның басты және жалғыз ғана нақсүйері Бопай сұлу. Бопай ханша есте қалады, есімі де ұмытылмайды. Оның бейнесі ұлы әйелді, мықты және ымырасыз билеушіні елестетеді. Ол билік құмар, өкімшіл, қатал мінезді әйел болды. Оның дипломатиялық қабілеті мықты тұғын. Оның айтқандарына бәрі ден қоятын. Бірінші тарау. Махаббат оқиғасы. Замандастарының естелік бойынша Әбілқайыр жігерлі ғана емес, сонымен қатар көрікті адам болған. Оның әйелі Бопай да өте әдемі болған. Бопай да қайратты және өте сауатты әйел болды. Оны Әбілқайыр ханның тең басқарушысы, Қазақ хандығындағы бірінші саясаткер әйел болған дейді. Кейбір дерекке сүйенсек, Бопай Бәтима ханым Қазақтың беделді және дәулетті сұлтандарының бірінің қызы болған. Тағы бір дерек бойынша ол атақты емес, бірақ ауқатты отбасында дүниеге келген. Қазақ аңыздары бойынша әйел өте келбетті және оның ақылы көркіне сай болған. Риуатқа сүйенсек, әлі көпке таныла қоймаған дүниесі жоқ Әбілқайыр сұлтан Бопайды бірінші рет бай ақсақалдың ауылына барғанда көрген екен. Бірден ғашық болған. Бірақ өзінің ақсүйек тұқымы екенін жасырып қалып, сұлу қыздың әкесіне қойшы ретінде жалданыпты. Болашақ ханның түр тұлғасы тартымды болған. Бойшаң, мүсінді, асқақ келбетті, өзі дөрекі. Оның ұнамауы мүмкін емес еді. Бопай да бозбалаға ыңғай танытты. Жас ханымның күлкісі сүйкімді, дауысы жағымды әрі бұйрықты болды. Ол өзін еркін ұстайтын, желісті жылқыда жеңіл, сенімді отыратын. Сұлу ханымның аяғы ауырлағанда Әбілқайыр қыздың әке-шешесінің батасын алмақ болады. Әкесі бірден қарсы шығады. Кедей қойшы, мейлі Шыңғыстың ұрпағы болсын, екеуі тең бе? Сөйтіп қызының қалың малын көбейтеді. Ақ сирақты 40 тұлпар және қара тұяқты 40 тұлпар сұрайды. Әбілқайырға Жәнібек батыр көмектеседі. Ол өзінің жылқы үйірінен ең жақсыларын таңдайды. Тойы болады. Көп замай Әбілқайыр кіші жүздің ханы атанады. Иногда говорят о том, что оның таққа әйелінің арқасында отырғаны туралы оқтын-оқтын айтылып қалады. Екінші тарау. Әрқашан бірге. Ханым ақылдың арқасында үлкен құрметке ие болды. Кейде орда билігіне елеулі ықпал ететін. Ол өзінің вензелі басылған мөрге ие болды. Әдетте әйелдерге күң ретінде қарайтын. Оларды қоғамдық істерге жолатпайтын. Бірақ ол халық арасында аса беделді болды. Күйеуінің тірлігіне әйелі қашанда тілектес. Әбілқайыр ханның протекторатты Ресейден іздеу туралы шешімін Бопай ханым бірінші мақұлдаған деседі. Ор өзеніне қала тұрғызу бастамасында Бопай көтерген көрінеді. Мұны оның қалауым қала салып, сонда бір жола тұру деп айтқан сөзі де растайды. Бұл жерді Әбілқайыр ханның өз таңдап алған. Ол императрица Анна Иоаннадан қырғыз халқын басқыншылардың қорғау үшін осында қамал салуды сұраған екен. Киргизского народа от
противников. Пожалуй, две. Басты екі ерекшелігі бар. Біріншіден қала жоспар бойынша салынды. Мұның өзі ерекшелік саналады. Өйткені жоспарды Неплюевтің өзі жасаған. Сондай-ақ Орынбор ең үлкен қала. Құрылысқа дейін одан кейін де мұндай салынған жоқ. Ни после таких не существовало. Орынбор. Бұл Әбілқайырдың бастамасымен тұрғызылған қала, бірақ ол жерден оның өзіне орын табылмады. Губернатор Неплюев басқарған кезде Ресей мен Кіші Жүз ханның қарым-қатынасы нашарлап кетті. Ол кезде Әбілқайырдың ұлы Қожа Ахмет аманат ретінде кепілге алынған болатын, ал Неплюев бір баланы басқасына алмастыруға қарсылық танытты. Губернатордың пайымдауынша осындай жағдайда хан көнбіс келеді деп ойлады. Әбілқайыр соғыс ашамын деп қорқытқан, тіпті баласы ұсталған қамалды қоршап алған көрінеді. 1,500 мыңдай жігіт Сауысхан қамалын қоршап алды. Олар Қожа Ахметті құтқармақ болды. Кейін Қожа Ахмет Қазанға ауыстырылды. Бұл Бопайдың бастамасымен жүзеге асқан деседі. Ең соңында ханның өтінішімен императрица Елизаветаның араласуына тура келген. Алайда Неплюев пен Әбілқайыр арасындағы өшпенділік басылмады. Ханым бұл екеуінің арасындағы алауыздықты уақытша болса да тоқтаталған. Безусловно, она использовала... Әрине, Бопай бұл мақсатқа бір жағынан өзінің табиғи дипломатиялық талантын пайдаланды. Екінші жағынан таза әйелдік қасиеті көрініс берсе, үшінші жағынан оның тең құқылы келіссөз жүргізу үшін өз заманына лайық білімдарлығы, оқығандығы ықпал етті. Равноправные диалоги. Ол өз жарына лайық еді. Мықты билік құмар, ешкімнің пікірін қажетсінбейтін және сүйкімді болатын. Бопай сол кезеңде қазақ еліне қатысты осыншама құжат сақталған жалғыз әйел. Бұл құжаттардың көбісінде Әбілқайырмен қатар оның жарының есімі де аталады. Ресей билігімен арада күрделі келіссөздердің барлығында, мейлі ол жер, су, көшіп-қону мәселелері болсын, барлық істі Бопай шешетін. Қағаздарды да өзі толтыратын. Оның қол қойылған қағаздар Петерборда сақталған. Ол күйеуіне қолдау көрсетіп, мемлекеттік маңызды шешімдер қабылданарда жиі қасынан табылған. Көбінесе оның пайымы, жалынды және дана сөздері бетбұрыс жасап, жағдайды өзгертетін. Ол шешендік өнерді меңгерген, құрылтайларда сөз алатын. Әдетте дәстүр бойынша құрылтайларды жүргізу, протокол толтыру ісінде әйелдер дауысы ескеріле бермейтін. Женщины не всегда обладали правом голоса. Сонымен қатар Әбілқайыр ханның жиынында Бопай ханым да қатысты. Және Әбілқайыр сөзін аяқтап болған соң ханым сөз алатын. Ханымның айтқандарына қырғыз қайсақ старшындарының ешқайсы қарсы дау айта алмайды. Тек ханым не айтса да бәрін рас айтады деп келісіп отырады. Мемлекеттік деңгейдегі жазбалар ғана кездеспейді. Бопайдың Неплюевке жазған хаттары да бар. Ол қысылып қымтырылмай еркін жазған. Жеке мәселесімен жасағатын өтініштерін губернатор ешқашан аяқсыз қалдырмаған. Бопай мен Неплюев өзара сыйлас қарым-қатынаста болған. Әбілқайыр хан Неплюевке қатал сөйлегенде, Бопа әйел ретінде Неплюевпен тең дәрежеде және ақылға салып сөйлескен. Она, в общем, как женщина мудрая, она уже по-женски обращалась к Неплюеву, причем на равных. Косметикалық заттар салып жіберуді өтінген хатында ол «Мен әрдайым өте жас көрінгім келеді» деп жазған. Она, по-видимому, сглаживала какие-то... Ол өктем күйеуінің қатты кеткен жерлерін ақылмен жуып шайып отырған. Қалай дегенмен, ханым ең алдымен көрікті әйел болатын. 1736 жылы Әбілқайыр ордасында болған ағылшын саяхатшысы Джон Кейтсел ханымды осындай әдемі күйінде көрген. Бопай ханымның көзі тірісіндегі жалғыз ғана бейнесі. Бет бейнесі өте тартымды. Бұл жерді Кейтсел кішкене артық айтса керек. Өйткені оның есейген жасы 50-ден асқан шағы болатын. Дегенмен де менің ойымша ол шындықты бұрмаламай әсерлеп суреттемесе керек. Қолда бар дерекке қарағанда ханым жақсы киінгенді, зергерлік бұйымдарды ұнатқан, ал ойын-сауықты сүйқаны сүймеген.
Әбілқайыр хан жас әйелін өзінің ханымын Орскіге орыс әуендерін тыңдауға алып баратын жеткізуді бұйырды. Сол кезде бригадир Тевкелев Әбілқайыр хан ханымды ертіп келгенде орыс әуендерін ғана тыңдап қоймайтынын, оларға бұрын соңды көрмеген отты думандарын көрсететінін айтады. Бопай кейде жұрт көзінше күйеуінің айтқандарымен келіспеген сәттері де болған, бірақ оның беделіне қылау түсірмеген. Олардың қашанда шубы жазылмады, бақытты болған секілді. Ханым өзінің кенже қызын Әбілқайыр өлерден 2 жыл бұрын босанған. Бұл шамамен 1745 жыл. 55 жасында ана атандым деп айтады. Бірақ бұған дейін 5 ұл және 2 немесе 3 қыз сүйген. Ал 1748 жылдың 1 тамызында Бопай ханымның бақытты өмірі үзіледі. 3 тарау. Даланың қанды кегі. Мен бәрінен бұрын жоғары мәртебелі императордан қанішер барақтан кек қайтаруға рұқсат етуін өтінемін. Біздің қырғыз қайсақ халқы да кек алады және солай уәде етті. Бірақ мен оларға үміттенбеймін. Бопай өмір баянындағы ең қайғылы беттердің бірі. Оның сүйікті жарын қарсыласы Барақ Сұлтан өлтірді. Олардың ертеден келе жатқан өшпенділігін Неплюев айламен қоздыра білді. Ханның өзі мінезі адуынды әрі ымырасыз адам болатын. Прошло ослабление. Әбілқайыр мен оның айналасындағылар тарапынан Ресей мемлекетіне қатысты қызығушылық бәсеңдей түсті. Үрейленуді де қойды. Ол үнемі бүлік салып қана қойған жоқ. Дауласты, мейлінше бағынбады. Всячески не подчинялся. Осындай жағдайлар Бопайдың дипломатиялық әрекетіне қарамастан қайғылы жағдайға ұшыратты. Бірақ ол мықты әйел болатын. Оған ұлы Нұралыға хандықтың болашағын қамтамасыз ету керек болды. Қазақ хандығында тақ мұрагерлігі туралы заң болған жоқ. Билеушілерді сайлады. Нұралы кіші жүз ханы атану үшін Бопай қолынан келгенін істеп бақты. Ханым ұлының билігін бекіту үшін императрица Елизаветаға хат жазды. Халық менің балам Нұралы сұлтанды таңдағанымен жоғары мәртебелім сізден ұлым Нұралының әкесінің орнына басты және нағыз хан болуына бұйрық беруіңізді және алтын мөрмен грамотамен марапаттауыңызды өтінемін. Елизавета Петровна Әбілқайыр жесірінің өтінішін қанағаттандырды. Ресей Нұралыны хан атағын мойындады, енді кек қайтару ғана қалды. Ол алдымен Неплюевтен Барақ Сұлтанның ізіне түсу үшін әскер жағынан көмектесуді сұрады. Бірақ губернатор Барақтың қазір қайда тұрақтағанын білмейтінін мәлімдеді. Жалғыз адам қаңбақ секілді, жел қалай соқса солай бет түзейді. Бір адамның артынан желді қуғандай шапқылау орынсыз. Сонда ханым басқа жолды таңдайды. Барақ қауіптенді, сондықтан жақтаушылармен бірге Жоңғар жеріне көшіп кетті. Бопай Жоңғар арқылы әрекет еткендіктен өзінің өгей қызы Намурунды Қонтайшыға күйеуге беруге уәде етті. Кейбір нұсқа бойынша есесіне Барақтың басын сұрапты. Кейін бірнеше уақыттан кейін Қанішер Сұлтан мен оның жақтастары түскі астан кейін бір мезетте барлығы да асқазанның түйілуінен қайтыс болыпты. Эпилог. Тағдырдың бұйрығымен. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін Бопай саяси аренадан кеткен жоқ. Ұлдарына ақыл кеңес бере отырып, оларға мемлекетті басқаруға көмектесті. Оның есімі құжаттарда бара-бара сирек кездескенімен, әрекеті Әбілқайыр мұрагерлерінің көптеген істерінен аңғарылып тұрды. Бопай Әбілқайырдың өлімінен кейінде балалары оның айтқандарының барлығын орындағанның өзінде туған ұлдарының болашағы туралы ойлап үлгерді. Исполняли прежде всего ее волю. И по сути дела, ол қазақ тарихындағы нәзік жанды. Былайша айтқанда, жалғыз қаһарман болса керек. Бұдан кейінде ұзын етектілер арасында мұндай жан шыққан емес. Ханым балаларының алдында 1780 жылы қартайған шағында шамамен 100 жасқа толғанда қайтыс болды. Оның есімі
Оның жарқын бейнесі қазақ тарихында мәңгі қалады.